Псарез 2016 жылы пайда болды, бірақ осы ақырғы 3 жыл қатты астына тозып кетті да? Тозып отыр. Кожаны венерологический больницаларға қаралды. Түрлі майлар, гормональный дейді ғой, соларды көмектессе, ар жақта көмектеспей қалады. Кеше айналып керек болсын, уже түсі қызыл емес, андай суанып тұрмайды, бір ашық розовый түс қой. Осылай қазір қалай өзім қуанып отырмын. Официальный медицина бұны емдермейді. Мен қанша медицина кездесем айтады, жоқ, біз уақытша төсеміз, гормон береміз, айтамын. Табиғат емдейді. Ең ұлы емші табиғат. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің құрметті YouTube каналының тұрақты көрермендері, 87-ші міне ағымды мәресіне жеткіздік. Жан-жақтан түрлі дертімен түрлі адамдар келіп жатыр, бәрі риза болды. Соның бірі Нұрбек баламыз, енді менің үлкен ұлым 40-тан асты, сен мен кенже баламмен жассың. Айы-көзден екен менің жерлесім, қазір осында Алматыда тұрып жатыр. Қарап отырмын, псориаз, тері аурулары бар да? Аха, Нұрбек, бұл қашан пайда болды? Псориаз 2016 жылы пайда болды, бірақ осы ақырғы 3 жыл қатты астына тозып кетті да? Тозып отыр. 10 жыл болыпты, 9 жыл болды. Қайда бардың, қандай ем қабылдады? Басында енді өзіміздің больницаға, кожаны венерологический больницаларға қаралдық. Түрлі майлар, гормональный дейді ғой, соларды одан басын жаға бастадық. Олар көмектессе, ар жақта көмектеспей қалады. Демалу керек болды, жағдырды бір жағынан. Солның әсері ма, негізі көп адам айтты, енді бірақ қалай айтсам ол дәлелі жоқ қой. Семіре бастадым, сол гормонның кесірі. Гормон ішкен адамның ішкі гормондары. Бұл қараңыз, гормон деген не? Шынымен адамды тыңдап алды, адамды гормон басқарады. Егер гормон өндірілмесе, бітті. Мына соның бірі, мысалы, бидан басталады, гипофиздан да, оның кейін қалқанша без. Қалқанша безден кейін бүйрек үсті безді. Соның кейін жерде тимус, ұйқы без, оның кейін жыныс бездері. Олар секунд сайын гормон өндіріліп отырылады. Сол гормон дұрыс өндірілмей қалғанда денсаулық күйрей бастайды. Сырттан гормон салса, оны гормоны замещение берді да. Ана ағза сырттан келіп жатса, ол жұмыс істемей қалады. Ол әлсірейді. Соңын ағза бітті, дисбалансқа түсті деген сөз. Сондықтан не істеу керек? Қайтадан адамның ағзасындағы гормон өндіретін бездерін қалыпқа келтіру керек. Басқа мал жоқ. Оны келтіретін табиғат. Мен бір жігітті білем, арқасы бар ғой, тұтас. Мына мойнынан бастап беліне дейін қып-қызыл тұрады. Қол тигізетін жері жоқ. Сол деді 5-6 ай бойы мұздай суға түсіп, соң кейін таңертең ерте тұрып, қимылдағанда анау толық кетті. Тері ауруы болатын, псориаз дейтін, ковидтан кейін пайда болған. Сол 2 жыл бойы алысып, миллиондаған ақша құртып, ешқандай жоя алмай жүрген, міне суыққа келіп емделдім. Мына иықтың бәрі жара болатын, қазір бәрі кетті міне. Маңдайдың бәрі, жараның бәрі кетіп қалды міне. Арқаңда шері жоқ. Арқамда сәл-сәл ғана қалды енді, кетіп қалады ол. Кетіп барады. Осында да ең басында келгенде қыста кетіп бара жатқан кезде осы жол мұздай су болмай қалды. Енді үйде мүмкіншілік бар да. Бұнда негізі сен білім алдың ғой. Үйде ваннаға таңертең суды ағызасың, суды ағызып қоясың, содан кейін тоңазытқышқа бір 20 бутылка ғана неменен пластиктегі бар, сосын мұзды қатырып қоясың. 2 күнде қатады, содан кейін анаға саласың. Саласында бір 2-3 минуттан кейін сыртындағы немесін алып тастайсың. Содан анау ериді, мұздай су болады. Соған 2 рет жатып тұрып, үстіңе 2 шелек құясың. Соң күнде 2 рет 3 рет жасаңдар. Вот суық су, тыныс алу. Содан кейін біз арнайы шөпдер береміз, осымен кетеді. Ана гормоннан секіру керек, құтылу керек. Өйткені ана гормон ол түбі ағзаңды әлсіретеді. Өзіңде қандай да болса жеңілдік бар ма? Жеңілдік бар. Кәдімгідей көрініп тұр. Келген кезде қайшырықта псориаз бар. Соның бәрі қабыршықтанып, тәптіп, оқтып, қышып, сөйтіп жүрген. Дискомфорт. Сол кеше айналып керек болсын, уже түсі қызыл емес, андай суанып тұрмайды, бір ашық розовый түс қой. Осылай қазір қалай өзім қуанып отырмын. Бір апта Ремиссия дейді оны. Ремиссия деген сөз
сен ауруң бүйтіп тұр ғой, соң кейін раз жазылуға кетті деген сөз да. Енді осыны сен 3 ай бойы тоқтамай, сенде салмақ бар, сен правда чекап дұрыс режим ұстау керек. Ана жақта бие бар, биенің сүтін іш, жаттығулар жаса, суға тыныс алу бәрін жаса, соң кейін ақырындап шығасың бе. Әдеттегі талапқа. Соң кейін дұрыс тамақтану бүкіл протоколын жазып береміз. Дұрыс тамақтану БРТ аппараттан кейін. Қимыл, суық су, тыныс алу, осыны тұрақты жасаса, бір апталысың. Әлі жап-жассың, үйренген жоқсың ғой. Жоқ, вот қазақтың алпамсадай бойы менен де ұзын екен. Әдетте менің бойым 1,84, мықты жігіті. Әрине мынау бір тері ауру болған адамға дискомфорт да. Өзің қыңғай сеніп тұрасың, адамды ауыстырып, ашып тұрып. Ол ішкі ағза тазаланады, ми тазаланады, суық су бүкіл адреналин көтереді, бұл аурудан құтыласың. Көзің жетті ма? Көз жетті. Бір айдан ішінде опыт жетістік болды мен үшін. Керемет. Міне, құрметті ағайын, медицина, официальный медицина бұны емдермейді. Мен қанша медиктермен кездестім, айтады, жоқ, біз уақытша төсеміз, гормон береміз, айтамын. Табиғат емдейді. Ең ұлы емші табиғат. Алда аутоиммундық ауру десе. Жақсы бауырым. Жақсы рахмет. Сізді бойыма, шашама, ниет қылып қойды, осы жолдан айырылма. Және бұны 1 жыл, 2 жыл емес, өмір бойы ұстадым. Сол кезде мықты отбасы құрасың, бала-шағаңды осылай тәрбиелейсің, осы алған біліммен үйіңдегі ата-ананың бәріне көмектесесің. Әке-шешең бар ғой? Олардың өмір жасы ұзақ болу енді саған аманат. Қалай дұрыс тамақтану, ішкіге ренжімеу, уайымдамау, ағзаны тазалау, бәрін үйренді ғой. Білім алды. Соны үйретесің. Ал дәрі берсең, дәрігерге барсаң, 5-10 күн жаның тыныштырады. Біз бұл жерде саған өмір ғасып береміз. Сол кезде өзіңе ғана емес, бала-шағаң, ағайын туғаның, ата-анаңның да денсаулығын сен қолыңа аласың. Енді ешқандай балаларға дәрігерге бар, дәрі ішіп қашып жүр. Міне, жас баламызға мына аурудан толық құтылсын деп тілек айтып, лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер. Сондықтан псориаз ол үкім емес. Псориаз емделеді. Біз 16 тәсіл қолданамыз, соның бәрін істесе, талай адам емделіп жатыр. Сен де емделесің, сіз де емделесіз. Жақсы. Рахмет, сау болыңыз.